адамға ақша табу үшін романтикалық қарым-қатынас жасауды ұсынады. Онымен бірге жүрген ер адам қалада маңызды орынға ие, бірақ ол әйелін арам істермен алдап жүр. Көңіл көтергеннен кейін Дакота ақша төлеуді сұрайды және клиентке кететінін айтады. Өйткені ол түн ортасына дейін үйде болу керек. Бірақ ол оны белгіленген уақытта жібермейді. Ол бұл адамның менсінбейтіндігіне ренжіп, төлемді күте қалады. Олар тіркемеде түнді тыныш өткізеді. Бірнеше минуттан кейін, жабық терезеге қарап тұрып, Дакота көліктің жанынан өтіп бара жатқандай, тез өтіп бара жатқан силуетті көреді. Ол ештеңеден бейхабар және сол жерде өз бұрышында қалады. Кенеттен ер адам тұрған жуынатын бөлмеден әйнектің сынған дыбысы шықты. Кенет экранда жан түршігерлік, тіршілік иесі пайда болып, оған аяусыз шабуыл жасады. Дакота купені тексеруге барғанда, ол барлық жерде жайылып жатқан хаос пен қанды ғана көрді. Ол үрейленіп айқайлап, триллерден кетпек болды. Бірақ кенеттен оған күшті және қатыгез біреу шабуыл жасады. Көп ұзамай оны орманның қараңғылығына сүйреп апарған жаратылыс. Келесі күндері Америка құрама штаттарының Багги-Крик қаласындағы шағын қалада, дәлірек айтсақ, мемлекеттік саябақта орын алған зорлық-зомбылық қылмыстары туралы жаңалықтар шығады. Адамдар бұған кім жауапты екенін білмейді. Бірақ кейбіреулер бұл қасқырлар, түлкілер және аюлар сияқты қатыгез жануарлар болуы мүмкін деп мәлімдейді. Басқалары бұл қорқынышты Бигфут немесе одан да қорқынышты нәрсе, мысалы, адамдарды жалмап жатқан мистикалық тіршілік иесі деп мәлімдейді. Алайда, қалада Эдди есімді әйгілі қылмыскер бар. Ол қылмыс жасады деген айып тағылғаннан кейін қашып жүр. Сонымен қатар ол бұрын жасаған қылмысы үшін, ұрлық жасағаны үшін кінәлі болды. Шабуылдармен, бейбіт тұрғындардың өлімімен оған қатысы бар. Заңсыз өндіріс пен басқа да зиянды әрекеттердің кесірінен көпшілік оны қатыгез адам деп санайды. Ол бұл айыптауларды ұнатпайды. Бірақ флешбек Эддидің заңсыз материалдарды дайындап жатқан жұпты көрсеткенін көрсетеді. Соған қарамастан, зұлымдық пен қатыгездік келесі күндері де жалғасуда. Заң өкілі шериф Джим Тейлор мемлекеттік саябақтың орманы арқылы өтетін жолды патрульдеуде. Ол болып жатқан келеңсіздіктер туралы ойлайды. Және олардың көпшілігі тыныштық пен тыныштық сәтінде болып, халықтың тыныштығын бұзады деп қынжылады. Бір күні таңертең ол өтіп бара жатқан көлікті көреді, бірақ оны тоқтатпайды. Бұл бір топ достары тәуекелге бел буып, бірнеше күн төменде лагерде өткізетін жолаушылар көлігі. Бұл Леонардтың туыстарының біріне тиесілі, бірақ олар биліктің рұқсатынсыз жүреді. Өйткені бұл жерге тыйым салынған және жабық. Оның достары, оның досы Эмили, Стивен, ол Дженмен сырласуға тырысады. Бірақ дәл осы сәтте ол оны ұнатқысы келмейді. Ал үшінші ерлі зайыптылар Бет пен Джо. Олар бірге уақыт өткізуге және алда болатын барлық жағымды сәттерді талқылауға мүмкіндік алғанына өздерін бақытты сезінеді. Жарты сағаттан кейін олар межелі жерге апаратын кіреберіске келеді. Леонард учаскені жауып тұрған арқанды кесіп тастайды. Содан кейін олар көп жылдар бойы ешкім бармаған жерге барады. Содан кейін акция бірнеше сағатқа созылады. Және біз олардың көңіл көтеріп, спортпен айналысып жатқанын көреміз. Бірақ Эмили демалуды жөн көреді. Леонард оған жақындауға тырысады. Бірақ ол бас ауруы мен қазіргі уақытта романтикалық қарым-қатынаста болғысы келмейтінін айтып, сүйісуден бас тартады. Бұл көп ұзамай кетіп бара жатқан адамды ренжітеді. Екінші жағынан, басқа ерлі зайыптылар бос уақыттарын өткізіп, бір-бірімен көңіл көтеруде. Шалғынға кетіп бара жатқанда, Джейн жігітін романтикалық сәтке қызықтырып, оны қуантқысы келеді. Бәрі жақсы жүріп жатыр. Оның артындағы шуды естігенше, Стивен бұрылып, ұзын бойлы, күшті және түкті аңның шабуылына ұшырап, оны айуандықпен аяқтап, қатты үреді. Лагерде қалғандардың бәрі сабыр сақтайды. Бірақ көп ұзамай қорқынышты аң оларды таңғалдырады. Бұл Леонардтың тамағын тырнақтарымен жарып жіберетін қасқырға ұқсайтын аң екені белгілі болды. Оның серігі Эмилиді тағы екі тіршілік иесі ұстап алып, оны аяусыз өлтіреді. Басқа ерлі зайыптылар шатырдың сыртында болып жатқан сұмдықты көріп, көлікке қарай жүгіріп, жасырыну үшін жылдамдықты арттырады. Біраз уақыттан кейін түн батып кетті. Ал Бет көлік жүргізіп келе жатқанда, Джо оларға қандай тіршілік иелері шабуыл жасағанын түсінуге тырысып, үрейленді. Осы жерден алыс емес жерде, алдыңғы шабуылдан аман қалған Джейн орман арқылы шарасыздықпен жүгіреді. Кенеттен ол жолда пайда болады, және оны достары қағып кетеді. Екеуі кездейсоқ, кімді қағып кеткенін көріп, құрбысын көру үшін сыртқа шығуды ұйғарады. Бірақ кенеттен оларға жабайы аңдар шабуыл жасайды. Келесі күні таңертең, жастар қайтып, оралмаған соң, билік алаңқайға барады. Онда олар тек хаос пен өлімді, дене мүшелерін,
шашыраңқы авантюристерді табады. Көп ұзамай мэр Дэвис келеді. Ол жастардың неліктен сонда болғанын сұрайды, және полиция қызметкерлерінің жазда қауіпті деп саналатын жерлерге баруға рұқсат бергені үшін олардың көзқарасын сынайды. Өйткені қатыгез жануарлардың шабуылдары жиі кездеседі. Бұл жолы болды. Дэвис шериф пен оның адамдарының өз жұмыстарын дұрыс атқаруын талап етеді. Өйткені қалада ықпалы бар әкесі балаларының жауапсыздығы мен қауіпсіздігінің жоқтығын қатты сынаған атақты азаматтың өлімі орын алған. Дэвистің айтуынша, шериф бұл өлім жітімді құпия ұстауы керек, және одан да көп жалқаулардың мемлекеттік саябақта шатыр тігуіне жол бермеуі керек. Содан кейін ол заң өкілін қорқытады. Өйткені губернатор қалада болып жатқан көптеген қылмыстар туралы біліп, тиісті бақылаудың болмауына байланысты қаржыландыруды қысқартуы мүмкін қауіпсіздік қызметі. Ол кеткеннен кейін Джим Тейлор Дени есімді серігімен жердегі іздер ересек аюдың ізіне сәйкес келмейтіні туралы сөйлеседі. Басқа жерде жұмыстан босатылған жергілікті полиция қызметкері Грег көлікті тыныш жүргізеді. Бірақ мас күйінде адамды көреді. Белгілі бір уақытта мемлекеттік саябақ арқылы өтетін жолда ол қатты тежейді. Оны тоқтатуға мәжбүр еткен жалғыз адам Дакота болды. Ол жарақат алды, бірақ бақытымызға орай тірі. Грег оны паналап, үрейленіп тұрған әйелді тыныштандырады. Ол оны көлігіне отырғызып, қалаға апарады. Қалаға оралғаннан кейін Джим қызы Келлимен кездеседі. Ол досымен бірге киноға барғысы келеді, және әкесінен ақша сұрайды. Джим қызының тілегіне күмән келтіреді. Өйткені олар бұрын бірге кешкі ас ішуге келіскен, өйткені олар біраз уақыттан бері бірге тамақтанбаған. Ата-анасының ажырасуы. Джим қызын аздап біле тұра, ол шынымен де досымен, немесе онымен бірге киноға барама деп ойлайды. Жас Билли. Келли бұл тек досымен болатынын айтады. Бірақ шериф оның Биллимен араласқанын көргісі келмейтінін дөрекі түрде айтады. Өйткені ол өзін болашағы зор болашаққа ұмтылмайтын жас жігіт ретінде көрсетеді, және оның тәжірибесі жазаны қажет етпейтін ұсақ қылмыстардың саны тек өсуде. Джим Келлиге сенбейді және оны ашуландырады. Ол оның кішкентай кезінде анасына қалай қарағанын есіне алады. Ренжіген ол өзі жұмыс істейтін қаладан кетемін, оны жалғыз қалдырамын деп бөлмеден шығып кетеді. Кейінірек Джим Дакотамен сөйлесу үшін ауруханаға барады. Ол әлі күнге дейін бір күн бұрын басынан өткергені үшін азап шегуде. Доктор Боб медбикенің көмегімен оны тыныштандырады, және ол ұйықтап қалады. Көп ұзамай Джим палатаға кіріп, жас әйелдің мазасыз күйін көріп, Грегпен сөйлесуге барады. Не білетінін сұрағанда, Грег тек шарасыздықпен қашып бара жатқан жас әйелді көрдім деп мәлімдейді, және ол қорқынышты нәрседен ең алдымен Бигфуттан қашып бара жатқанын айтады. Джим ер адамның маскүнемдіктің қайталанғанын байқайды, және ол танысының әңгімесіне сенбейді. Дегенмен, полицияда қызмет еткен ең жақсы полицейлер мен аңшылардың бірі ретінде Грег орманда аюлардан да көп нәрсе бар екенін айтады. Бұл мұндай жануарларды үрейлендіреді. Кейінірек дәрігер Дакотадағы жараларды тексергеннен кейін Джимге мұндай жараларды кесу бұрышына байланысты адам агрессоры жасай алмайтынын айтты. Және аюлар жас әйелде байқалғандай із қалдырмайтынын айтты. Бобтың айтуынша, аюдың тырнақтары ұстарадай кесілген, бірақ жаралар шынжырлы ара сияқты теріні жарып жіберетін нәрседен болған сияқты. Джим оның не айтқысы келетініне таңғалады. Боб аюдың шабуылы туралы хабарда жазғанын айтады. Бірақ шерифке көп жылдар бойы осылай жұмыс істегеннен кейін ол әлі де бір нәрсеге түсініксіз екенін білетінін, тіпті коронерлер мұндай жаралардың орманда табылған денелерде қалай пайда болғанын білмейтінін айтады. Абдырап қалған Джим кетіп қалады. Содан кейін Бобты Дакотаның денесіндегі бір нәрсені көруге шақырады. Бұл оны және оның медбикесін есеңгіретеді. Бірнеше минуттан кейін Джим Дакотаға және басқа жастарға қарайтын миссис Дионның үйіне барады. Алайда, жас әйел әрқашан отбасылық ортада менсінбейтін болды. Өйткені ол бұл әйелдің қандас қызы емес, және оны тек объект ретінде қарастырады. Оларға ақша әкелу үшін Джим осы мекеменің басшысы Зекемен кездескісі келеді. Ол оған қызы туралы хабарлағысы келеді. Ханым ер адамның қамауға алынғанын айтады және мылтықпен қорқытып, шерифті қорқытады. Ол көп ұзамай мекемеден рұқсатсыз кіре алмайтынын біліп кетеді. Түнде біз ашық алаңда көлік жүргізушілеріне арналған кинотеатрды көреміз. Келли әкесіне мойынсұнбай, Биллимен кездесуге қыңырлықпен барды. Бала жас келіншекті сүйіп қана қоймай, одан да көп нәрсеге қол жеткізуге тырысып, дөрекі әрекет етеді. Оны одан да көп нәрсеге мәжбүрлеуге тырысқанда, кенеттен күшті және түкті жаратылыс пайда болады. Құбыжық Биллиді көліктен түсіріп алып, оны өлтіреді. Келли үрейленіп, көліктен жүгіріп шығып,
басқа көліктің артына жасырынуға тырысады. Алайда баспана табылып, жас әйелді ұстап алып, орманның қараңғылығына сүйреп апарды. Бірнеше сағаттан кейін оқиға орнына билік өкілдері келді. Ал Джим қызын шарасыздықпен іздейді. Бірақ оның ол жерде жоқ екенін біледі, тек аяусыз өлтірілген жігіті. Коронердің айтуынша, аюлар есінен танып, тіпті адамдар көп жиналатын жерлерде де шабуыл жасайды. Бірақ Джим олардың шынымен өлімге әкелетін жануарлар екеніне күмәндана бастайды. Жоғалған қызын іздеуге шықпас бұрын, репортер Кендалл Джимнен жасалған қылмыстар туралы тартымды әңгіме жасау үшін орманға бара жатқаны туралы сұрайды. Бұл бұрын соңды болмаған оқиға. Джим оларға орманнан аулақ болуды ескертіп, табиғи және белгісіз қауіптер туралы ескертеді. Осы уақытта жаратылыстың ұясындағы қандай да бір жасырын үңгірде аңдар тұтқынға алынған құрбандардан ләззат алады. Ал жас келіді азық-түлік сақтайтын жерге апарады. Олар аман қалу үшін қолдан келгеннің бәрін жасайтын орын. Қыз қорқып айқайлады. Бақытымызға орай, Келли әлі тірі бетті тауып алды. Бұл кейбір аңдардың кейбір әйелдерді неге біраз уақытқа тірі қалдыратынын түсіндіреді. Бет олардың ештеңесі жоқ екенін, және олардың тағдыры алдын ала шешілгенін, және ақырында түкті құбыжықтарға тамақ ретінде пайдаланылатынын айтып, үмітсіз күйде. Келесі күні таңертең Джимге қайтып келгенде, ол Грегтің жағдайы жақсы және байсалды екенін білді, бірақ ер адам әлі де орманда соншалықты қорқыныш пен өлімге әкелетін тіршілік иесі бар екеніне сенімді екенін айтады. Джим досының бұл Бигфут екенін айтқанына көп мән бермейді, бірақ зорлық, зомбылық қылмыстарының астарында не жатқанын анықтау үшін көмекке мұқтаж болғандықтан, ол Грегтің ұстанымын қайта қарастырады. Орманда үлкен қаланың тілшілері жаңалықтар материалын жасау үшін бірнеше шақырым тереңдікке көтеріледі. Кендалл мен Марк ормандар мен тауларда жасырынған қорқынышты тіршілік иесі атақты Бигфуттың ізін табу үшін көп уақытты қажет етпейді. Алайда Кендалл мұның нағыз із екеніне сенбейді, және орманда қауіпті құбыжық орман болуы мүмкін деп қорықпайды. Марк олардың қайтып оралып, шерифтен еріп жүруін сұрау керек пе деп сұрайды. Бірақ журналист оның сөзін бөлгісі келмейді. Осы кезде ол қажет болған жағдайда жеке қорғаныс қызметін атқаратын қаруды көрсетеді. Полиция бөлімшесінде шериф пен оның серіктері қаруларын дайындап, содан кейін орманға аң аулауға шығады. Олар кетер алдында көшеде Дакотаның жағдайы туралы ескерткені үшін шерифтің алдына келуді күтіп тұрған Зекені тауып алады. Ол үшін Джимнің қатысуы менсінбеушілік тудырады, және ол одан отбасының істеріне араласпауын сұрайды. Алайда ол топты орманға ертіп баруға келді, өйткені қалада әскери техника жетіспейді. Кейінірек олар орманда көрінді. Онда олар бір нәрсеге жетелейтін белгілерді іздеді. Олар орманның бір бөлігін білетін аңшы Зекенің соңынан ереді. Өйткені ол бала кезінен саябақта тұрады, және алда болуы мүмкін қауіптерді қалай тануға болатынын біледі. Осы уақытта Кендалл таспаға түсуге дайындалып жатыр. Ол көрерменнің назарын аудару үшін мазасыз дауыспен бастайды. Бірақ кенеттен орманда олардың тұрған жеріне жақын жерде гүрілдеген дыбыс естіледі. Марк камераны пайдаланып, айналаны аралап көргенде, ағаштың артында оларға қарап тұрған адам тәрізді түкті құбыжықты көреді. Дүрбелеңге түскен ол әріптесін өз өмірін сақтап қалу үшін шарасыздықпен қашуға мәжбүр етеді. Офицерлер айғайлаған дауысты естіп, белгіленген бағытта жүруді ұйғарады. Бірақ Зек олардың дұрыс емес бағытта келе жатқанын алға тартады. Олар төбелесіп, ақыры ажырасып кетеді. Өкінішке орай, жолды білмегендіктен, Кендалл тұзақ ретінде дайындалған шұңқырға құлап кетеді. Бақытымызға орай, ол қазықтардан қатты жарақат алуы мүмкін түбіне құлап кетпейді. Марк оған шығуға көмектеседі. Ал екеуі бірге қуып келе жатқан аңнан қашып кете береді. Көп ұзамай олар оның ішінен саятшылық пен баспана табады. Осы жерден олар қашып кеткен Эддиді тауып алады. Ол полицейлер оны аңдып жүр деп ойлап, қаруын оларға бағыттайды. Кенет тіршілік иесі өткелді қиратып, екі журналист те шошып қашып кетеді. Өкінішке орай, бұл жер тұзақтарға толы, және Марк оны өлтіріп жатқан шахтаны басып жатыр. Кендалл қаруын алып, құбыжықты бірнеше рет атып өлтіреді. Бұл оның өліп қалуына себеп болады. Орманда қалың бұтаға қарай бет алған Зеке үңгірдің кіреберісіне тап болады. Ол осы тіршілік иелерінің дыбысына ұқсайтын ысқырық дыбысын шығарады. Содан кейін жасырынып қалады. Бірнеше минуттан кейін Кендалл құрбысынан айырылғанына қайғырып жатқанда, қатыгез жаратылыс пайда болып, оған шабуыл жасайды. Бақытымызға орай, шерифтер дер кезінде келіп, үлкен калибрлі қаруларын атып жатыр. Бұл жеткілікті деп есептеп, дене бұрылып, арқасынан пышақ жарақатын алып, соның салдарынан қайтыс болды. Оларға тағы бірнеше тіршілік иелері жақындап келіп, оларды шарасыздықпен қашуға мәжбүр етеді. Үлкен аңдардың бірі оларды қуып жете жаздады. Бірақ Зеке пайда болып, оны таңғалдырды, дәл оқ жаудырып,
өзінің жауыз жауын өлтірді. Олар жараланған досына бару үшін кабинаға оралады, бірақ ештеңе істеуге болмайтынын көрген Зеке адамның қайғы қасіретін тоқтатады. Содан кейін ол аңның ұясының қай жерде екенін білетінін айтады. Бір сәт ойланғаннан кейін Джим қызының осы жаратылыстармен бірге болуы керек екенін түсініп, шошып кетеді. Ал ең сорақысы, оның ойына Келлиден мәңгілікке айырылу келеді. Тіпті жақын арада болатын қауіпке қарамастан, Джим қызын құтқарғысы келеді, және оның бұл оқиғаны әлемге айту керек екенін біле тұра, Кендалл оның соңынан еруді шешеді. Бірнеше минуттан кейін олар үңгірге жақындап, іште жаңғырған қорқыныш айқайын естиді. Осы кезде Зеке әңгіме айтуды ұйғарады. Баяғыда бұл аймақтың ежелгі тұрғындары оқшауланған рудың тарихын айтып берді. Онда әлемдегі барлық ер адамдар әдемі әйелді, тайпаны қалайды. Олардың зұлымдықтарына ашуланған құдіретті бақсы бұл еркектерге қарғыс айтып, оларды адамгершілігін жоғалтқанға дейін ұзақ жылдар бойы өмір сүруге мәжбүр етті, және олар қатыгез бейнеқосылғылардың жетегінде кеткен түкті аңдарға айналды. Уақыт өте келе, өз түрінің аналықтарын шығара алмайтын, қарғысқа ұшыраған еркектер ғана қалды. Жойылып кетпес үшін, бұл тіршілік иелері адам әйелдерін ұрпақтарын өсіру үшін ыдыс ретінде пайдаланып, алдай бастады. Сондықтан олар әлі күнге дейін осы аймақта жасырынып жүр. Олар әйелдерді ұстап алып, өздерімен бірге жүрген еркектерді жалмап, сұмдық отбасын сақтап қалу үшін өз ұяларын қорғайды. Джим Кендаллмен бірге үңгірге тез кіреді, ал Зеке кіреберісте жарылғыш заттарды дайындап, көп ұзамай жасырынып қалады. Ауруханаға оралғанда дәрігер Дакотамен сөйлеседі, және олар оны осы тіршілік иелері қорлағанын растайды. Бұл факт ол қашып үлгермей тұрып, бірнеше рет қайталанды. Үңгірдің ішінде Джимді жаратылыстардың бірі абайсызда ұстап алады. Ол өлтірілмес бұрын, оны жеңу үшін Зекенің көмегіне жүгінеді. Келлидің айқайы үңгірде жаңғырып, Джим дыбысқа барады, бірақ жолды бөгеп тұрған тасқа соғылады. Бұл арада құбыжық аңның орасан зор күшімен күресіп жатқан Келлиге дұрыс қол тигізуге тырысады. Ең сорақысы болмай тұрып, Зеке бомбаны жарып жіберіп, үңгірдің ішінде жер сілкінісі мен көшкін тудырды. Бұл оқиға тіршілік иесінің Келлиден алыстауына себеп болды. Джим батылдықпен Зекемен бірге алға ұмтылады. Ол пышақты алда тұрған жауларды жеңу үшін пайдаланады. Бақытымызға орай, әкесі мен қызы қайта қауышады, және басқа тіршілік иелері қайтып келгенше үңгірден шығу керек. Ол жерде тар жол бар, ал екі әйел опырылып құлап, Джим мен Зеке ішке кірмей тұрып шығып үлгереді. Бақытымызға орай, оларды жер бетіне шығаратын басқа жолды тауып алып, қалғандарын азғыруға бел буады. Бұл жаратылыстардың оларды жоюдың батыл жоспары бар. Олар ауытқуларды тарту үшін альфалардың бірінің басын пайдаланады. Қалған қаруларын қолданып, олар ерлікпен күресіп, мүмкіндігінше өлтіреді. Алайда, көптеген аңдар бар, және олар 10 адамның күшіне ие. Өкінішке орай, бұл екеуінің тағдыры өлім. Бақытымызға орай, Келли мен Кендалл үшін саябақтың тыйым салынған аймағынан қашуға жеткілікті уақыт болды. Ақырында, екеуі осы тіршілік иелерінің қатыгездігінен құтылып,